Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сот жюриінің қызметі туралы әңгімелесетін боламыз. Естеріңізге сала кетейін, Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Сол өзгертулерге сәйкес сот жюриі қазір жоғары сот кеңесінің жанынан қайтадан құрылды. Сот жюриінің төрағасы білікті маман, Еуроодақтың ғылым докторы, еліміздің белгілі атақты судьясы Ақылтай Ахметжанұлы Қасымов. Ақылтай Ахметжанұлы, уақыт бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Енді сіз сот жюриін басқарасыз. Азаматтарда бір пікір қалыптасады. Сот жюриі көп шағымдарды қабылдамайды деген сияқты. Осы орайда мынадай сұрақ: сот жюриі негізінен қандай істерді қарастырады? Және азаматтар егер судья шығарған шешіммен келіспеген жағдайда сот жюриіне арыздана алады ма? Біріншіден, бәріне түсінікті болушы, екінші сұрағыңыздан бастайын. Қаралған нақты істер бойынша, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік істер бойынша солардың шығарылған шешімдеріне келіспеген, наразылық білдіріп отырған қатысушылар сот жюриіне арыз беруге құқы жоқ. Олар арыз береді жоғары сотқа, жоғары сатылы сотқа. Аудандық соттың шешімі болса, оны облыстық сотқа, апелляцияға арыздануға болады. Апелляциялық шағым. Апелляциялық соттың шешімімен келіспесе, жоғары сот бар, кассациялық тәртіппен арыздануға болады. Сот жюриі қандай материалдарды, қандай істерді қарайды дейік. Судьялар істі қараған кезінде заңды өрескел бұзып жатса, сонда судьялардың үстеріне дисциплинарлық тәртіптік іс қозғалып, сот жюриі сол істі қарауға құқылы. Манағы заңды өрескел бұрмады деген шешімді облыстық сот және жоғары сот белгілейді. Ол заңда көрсетілген тәртіп. Оның екінші негіз соттардың өздерінің қабылдаған кодекс судейской этики деген документ бар. Сонда көрсетілген. Судья істі қараған кезінде, жұмыс уақытында қандай тәртібі болу керек? Оның үстіне соттардың мәртебесі сондай бір ерекше ғой. Соттар жалғыз жұмыста ғана емес, көшеде келе жатқанда, үйде жүргенде, жұмыстан тыс жүрген кезінде олар тәртіпті сақтау керек. Мен жас судьяларға ылғи айтам, тәулікте 24 сағат болса, сіздердің мәртебелеріңіз 25 сағаттай. Не деген сөз ол? Ол жұмыста жүрсең де, далада жүрсең де, көшеде жүрсең де, қонаққа барсаң да, әлде басқа жағдайда сіз ұмытпауыңыз керек сот екеніңізді. Сіз сот болғасын, сондай үлкен жауапкершілікті өз мойныңызға арттыңыз. Сол себептен оны өте сақтау керек. Сақтаған кезде бәрі дұрыс болады. Ал сақтамай жүрсеңіз, қатты сөз айтып, бетімен жүрсеңіз, тағы да ойына келген жасасаңыз, онда сол манағы кодекс судейской этиканың бұрмалаған үшін тәртіпке тартуға мүмкіншілік бар. Биылғы жыл енді COVID-19 пандемиясының жылына айналды. Осы орайда сот жюриінің қызметіне бұл карантиндік шектеулер қандайды бір әсерін тигізді ме? Сот жюри жұмысын жалғастырды ма? Және судьялардың тәртіптік істерін қарастырды ма? Тәртіп істер қаралды. Бірақ та бұрынғы тарабында емес, бұрынғы тәртібінде емес, пандемияның бүгінгі күнде сол өзінің талабы бойынша біз видеоконференция арқылы істерді қарап отырдық. Өмір тоқталған жоқ, жұмыс жүріп жатыр. Сот жюриді жұмысын тоқтатқан жоқ. Біз манағы сондай видеоконференция бойынша, интернет бойынша жұмысымызды ары қарай жалғастырдық. Осы жарты жылдың ішінде пандемия наурыздан басталды ғой. Біз бірнеше рет отырысты өткіздік, бірнеше санды істерді қарадық. Сот жюриінің мүшелері өз орнында болып, тәртіпке шақырылып аққан судьялар өз ауылында болып, өздерінің облысында болып, видеоконференция арқылы істерді қарап отырдық. Манағы пікір пандемия уақытында соттарға жауапкершілік болмады, соттарды жауапкершілік тартпады деген ол ретсіз пікір, ондай болған жоқ. Осы алғашқы жарты жылдықта қаншама судья жауапқа тартылды және не үшін тартылды? 47 судья жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 8-ін босаттық. Манағы айтылған негіздер бойынша көп па, әлде аз ба бұл сан.
Менің ойымша бұл көп. Неге десеңіз, енді Қазақстан бойынша өзі соттардың санасы көп емес сонша. Басқа елдерге салыстырғанда. Екіншіден, мен оны көптеп санайтыным, соттың тәжірибесі бір ерекше, жоғары тәжірибе. Сот болу үшін біраз сыннан өту керек. Өткеннен кейінгі кезінде сонда кейбір судьялар жұмысқа кіре заңды бұрмалайды, өрескел бұзады, кодекстің талаптарын бұзады. Сол кездерде жауапқа тартамыз. Соттың мінезі, тәртібі, ойы, жүрісі сондай бір керемет, мықты, жақсы болу керек. Мінсіз болу керек. Мінсіз судья. Бірақ та өкінішке орай әлі біз оған жеткен жоқпыз. Жетеміз деп мен ойлаймын. Сондай талап басшылар қойып жатыр. Елбасы бізге сондай алдымызға талап қойып жатыр. Мынау елдің сенімін атқару деген мәселе көтерілді. Ол не деген сөз? Ол үлкен ауыр жұмыс. Елдің сенімін атқару деген, елдің сенімінен шығу деген, ол өте, қайталап отырмын, өте ауыр жұмыс, өте ауыр, қиын жасауға. Бірақ та соны біз жасауымыз керек. Неге десеңіз, соттар ылғи халықпен, елмен, адамдармен жұмыс жасайтын орган. Ақтай Ахметжанұлы, сіз енді білікті судьясыз. Жоғары біліктегі дәрежеңіз, судья дәрежесі бар. Тәжірибеңіз мол. Осы тәжірибеңізге сүйене отырып, судьялардың тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесі азайды ма, немесе көбейді ме? Қандай тәртіп бұзушылықтарды ерекше атап өтер едіңіз? Кішкене көбейді. Тым артық көбейді деп айтуға болмайды. Неге десеңіз, факттар солай. Ол себебі не? Жоғары соттың басшылары елбасылардың тапсырмасына сай жұмысты, тәртіпті қатал қойып жатыр. Соның нәтижесі бойынша осындай саны көбейгені. Көбейген 47-нің ішінде ең көбейгені мәнағы заңды өрескел бұзу үшін деген. Мәнағы кодексті бұзушы да бар, бірақ та көбінесе мәнағы заңды өрескел бұзушы деген негізбен жауапқа тартылып жатыр. Және соңғы сұрақ, тәжірибелі маман ретінде, тәжірибелі судья ретінде жас судьяларға тәртіп бұзушылықтарға жол бермеу үшін, заң бұзушылықтарға жол бермеу үшін қандай да бір кеңес берер едіңіз? Мен біраз жыл облыстың төрағасы болдым, жоғары соттың орынбасары, алқаның төрағасы болдым. Бүгінгі күнде осы сот болам деген жастарға, қыз болсын, ұл болсын, мынандай бір ойымды айтар едім. Соттың жұмысы өте ауыр жұмыс. Бұл психологикалық, тәртіптік мәселе бойынша заңды білу үшін адаммен жұмыс деген ол өте қиын. Сол себептен манағы біздің азаматтарға соны өте жақсы түсіну керек. Жастарға айтар едім, мынандай 3 талап өздеріне қойсын. Бірінші, біліктілік, профессионализм. Сөз жоқ. Оны судья прокурордан артық білу керек, тергеушіден артық білу керек заңды, жай заңгерден артық білу керек. Неге десеңіз, судья шешім қабылдайды. Негізгі мәселе сонда ғой, шешім қабылдағанда. Пікір талас айтуға болады, ұсынысын айтуға болады. Шешім қабылдаған кезде судья өзімен санасып, заңды бір сақтап, шешім қабылдайды. Бұл өте ауыр жұмыс. Екіншіден, тәртіп, бөлік тәртіп, жеке бас тәртіп, трудовая дисциплина, өз басының оны сақтау керек. Жена Цезаря не подозрение дегендей, судья жағынан ешқандай оған күмән болмау керек тәртіпті. Тағы бір үшінші менің ұстаным, өзімді ұстаным, сондай жастарға айтатыным добропорядочность. Адамның тәртібі дұрыс, ойы дұрыс, ісі дұрыс, қолы таза. Сондай судья азамат осы 3 тәртіпті, ережені мойындап, ұстап, өзіне ұстамы ретінде жүрсе, бұл судьядан, бұл адамнан жақсы судья шығады деп мен ойлаймын. Мен өзім осындай жолмен, осындай ережелермен, осындай ұстамдармен өзім ұстап жүрдім. Иншалла, біраз уақыт қызметте жүрміз. Елдің абыройында жақсы деп ойлаймын.